1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жоқ, достар. Бүгін қолқалыптарын емес, ерекше қолқалыптарын көрсетеміз. Ерекше қолқалыптарының ішіндегі тоқтала кететін бүгінгі қимылдарымыз кіші сыйлық және үлкен сыйлық. Мысалға, мен сыйлық сыйлағанды қатты жақсы көремін. Себебі сыйлық сыйлау арқылы мен жақын жандарымды қаншалықты жақсы көретімін және оларға жақсы көңіл-күй сыйлағанды ұнатамын. Маған да сыйлық сыйлағанды тағы да ұнатамын. Себебі сыйлық сыйлағанда әрбір адам өзінің ішінен керемет бір сезімге бөленеді. Сол бір балалық шақ. Атама ауылға барған кездер. Тігіліп тұрған киіз үй. Киіз үйдің ішіндегі оюдан жасалынған керемет көрпешелер. Ортасында ошақтың басында отырған әжем бауырсақ пісіріп. Сол бір сәттерді есіме алсам, көзіме жас келеді. Себебі ондай дүниені, ондай бақытты сәттерді кейбір қазіргі заманның балалары көрген де, көрмегендері де бар. Жеке орындауда киіз үй қимылы қыран бүркіт деп аталады. Себебі бұл жеке орындау. Ал егерде топтық орындауда әртістердің алақандары бір-біріне қосылса, мінекей, қосылу арқылы орындалса, бұл қимыл киіз үй деп аталынады. Үкілі кәмшат, бүрмелі көйлек. Достар, дәстүрлі қазақ қоғамында үкі қасиетті құс деп саналған. Қазақ халқы үкінің жүнін алып жас сәбилердің бас киіміне немесе бесікке сәндік ретінде таққан. Қасиетті құс сәбиді жын шайтаннан қорғайды, ұйқысының тыныштығына септігін тигізеді деп ойлаған. Содан келе жас жігіттер, қыздар үкіні бас киімдеріне тағып, жас қалыңдықтар екі бұрымның ұшына үкі тағуды дәстүрге айналдырған. Иықтан шашын төгіліп жерге. Үкі қимылы. Шары жен қолғының Айжан қыз биіндегі үкі қимылының орындалуы. Біле білгендеріңіздей, қазақ халқы ежелден бері мал шаруашылығымен айналысқан. Әрбір қимыл қоршаған орта, тұрмыс тіршіліктен алынғаны да естеріңізде болар. Соның бір дәлелі қошқар мүйіз. Қошқар мүйіз қимылы қошқардың мүйізінің әдемілігі еректелгеніне байланысты пайда болған. Бұл қимыл осы күнге дейін пайдаланып, әрбір биде қолданылып келеді. Гүлдің орны бұта, төлдің гүлі бота демекші қазақ халқы. Ботаның әдемілігі өзінің жаратылысының сүйкімділігіне байланысты бота мойны қимылы да пайда болған. Бұл қызықты жағдайларды ата-бабаларымыз мал жайғап, еңбек етіп, аң аулап жүріп, табиғи құбылыстарды пайымдап отырғандары анық. Соның бір дәлелі қошқар мүйіз, бота мойын қимылдары. Я, достар, кезінде әжелеріміз, аналарымыз осындай құрақ тігуші еді. Қараңыздаршы, қандай сұлулық. Бұның өзі де бір өнер ғой. Осы бір әдемі көрпешеге қарап отырып, өрнек қимылда пайда болған. Қазіргі таңда бұндай әдемі дүние әрбір үйде, әрбір шаңырақта бар. Айнам, айтшы маған, бұл әлемде ең сұлу кім? Деген ертегі бар еді ғой бұрында, естеріңіздер ме, достар?
Айнаға қарап отырып, әрбір қыз өз-өзіне тамсанып. Әрине, сәнденеді ғой, дұрыс емес пе? Айнаға қарап отырып, әрбір қыз баласы қаншалықты өзінің сұлу екенін, қаншалықты өзінің көрікті екенін көреді, сәнденеді. Нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Тыңдаңыздаршы, қандай күмбірлеген әсем үн. Домбырасыз ән қайда, домбырасыз сән қайда. Ежелден келе жатқан қазақ халқының көне аспаптарының бірі домбыра. Айтыскерлеріміз айтысқа қатысып, домбырашыларымыз домбырамен күй тартып, әншілеріміз әнді де айтқан. Үні құлақтан кіріп, бойдалар. Қазіргі таңда домбырамен бірге орындалатын қазақ билері өте көп. Бірақ дәл қазір домбыра қимылының қалай орындалатынын сіздерге көрсетейін. Сахна, қаншама еңбек, қаншама тер. Бүгін қазақ би өнер туралы білімімізді сіздерге жеткізе алдық, түсіндіре алдық деген ойдамыз. Келесі сабағымызда кездескенше, сіздермен болған мен Есей Назерке. Сау саламатта болыңыздар.